Сәлем достар, сіздермен бірге Софиюшка арнасы. Қанекей бірге логикалық сұрақтарға жауап берейік. Кім көбірек жауап берер екен? Комментарийға жауаптарыңызды жазып отырыңыздар. Барлығы 14 логикалық сұрақтар, және де жауап берсеңіздер 1 ұпай. Ал жауап бере алмай қалсаңыздар 14 ұпайдан 1 ұпайды алып отырыңыздар. Ал ендеше бастайық. Көз не үшін керек? Қане ойланып көр. 1, 2, 3. Көру үшін. Дұрыс таптың. Құлақ не үшін керек? 1, 2, 3. Есту үшін. Мысықтың неше аяғы бар? 1, 2, 3. 4 аяғы бар. Аспанда не ұшады? Ойлан. 1, 2, 3. Құс, ұшақ, көбелек. Жарайсың. Қайсысы артық? Алмұрт, қияр, алма. Ойланып көр. 1, 2, 3. Қияр артық. Жарайсың. Таңертең тұрып не істейсің? Қане айта ғой. 1, 2, 3. Жуынамын, тісімді жуамын. Жарайсың. Жаңбыр жауса, адамдар не ұстайды? Ойлан. 1, 2, 3. Қолшатыр. Жарайсың, балақай. Бауырсақ ертегісінде бауырсақ бірінші болып кімді, нені кездестіреді? Бауырсақ ертегісін білетін болсаң, бұл сұраққа ойланбай жауап бересің деп ойлаймын. 1, 2, 3. Қоянды. Жарайсың. Бауырсақ ертегісінде бауырсақты ең соңында кім жеп қояды? Ойланып көр. Сен білесің. 1, 2, 3. Түлкі. Жарайсың. Күн түнде шығады ма, немесе күндіз шығады ма? Бұл сұрақ оңай. 1, 2, 3. Күндіз шығады. Өте дұрыс таптың. Балық қайда өмір сүреді? Бұл сұрақты сен білесің деп ойлаймын. 1, 2, 3. Суда өмір сүреді. Өте дұрыс таптың. Піл ұша алады ма? 1, 2, 3. Жоқ, әрине. Піл ұша алмайды. Қайсысы тез жүреді? Тасбақа ма, әлде қоян ба? Ойланып көр. Сен білесің деп ойлаймын. 1, 2, 3. Қоян. Дұрыс таптың. Жыланның неше аяғы бар? Ойланып көр. Жыланда аяқ болады ма? 1, 2, 3. Жыланда аяқ болмайды. Өте дұрыс. Жарайсың. Келесіде Софиюшка арнасымен бірге кездескенше.